Барлықтарыңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бүгін оңай әрі тез дайындалатын мейізді кекс әзірлейтін боламыз. Бізге ең әуелі сүт, құмшекер, сұйық май, жұмыртқа, мейіз, қамыр қопсытқыш және де ұн қажет. Ең әуелі дысымызға сұйық ингредиенттің барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді, сұйық майымызды, жұмыртқамызды салып, шанышқы венчиктің көмегімен араластырып аламыз да шетке қоя тұрамыз. Онан кейін тағы да бөлек шұңғыл ыдыс алып, ішіне құрғақ ингредиенттерді салатын боламыз. Құмшекер, шымшым тұз, қамыр қопсытқыш және де ұн. Ұнымыз міндетті түрде илектен өткізілген болуы шарт. Құрғақ қоспаларымызды да жақсылап араластырып болғаннан кейін, ортасын кішкене ашып, сұйық массамызды құйып, орташа қоюлықтағы қоймалы жың масса шығаратын боламыз. Мен 100 граммдай мейіз істеттім. Мейізді жақсы көретін болғандықтан көп қостым. 50 грамм мейізде жетеді. Егерде көп қаласаңыздар, 100 грамм қоссаңыздар, молынан болады. Қоймалы жың массамызға мейізді салып, тағы да араластырып аламыз. Осы аралықта духовканы 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Формаларымызға құйып 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстер дайын, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, шаймен өте күшті үйлеседі. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.